Ұшар ханның баласы. Қазақ халық ертегісі. Баяғы өткен заманда Ұшар деген хан өмір сүріпті. Ол жас кезінде ай десе аузы, күн десе көзі бар асқан тамаша бір сұлу қызға ғашық болады. Қызды іздеп жер бетінен таба алмайды. Хан ғашығын таба алмаған соң өнерпаздан оқу оқып аспанға ұшу өнерін үйренеді. Сол өнері бойынша аспанға ұшып, қызды 30 жыл іздеп қолына түсіре алмайды. Сұлуды ұстай алмайтынына көзі жеткен соң, хан оның суретін іздеп тауып алады да, қой, жас болса өтіп барады. Енді жар сүйіп үй болатын уақыт жетті, деп басқа елге үйленіп өмір сүре береді. Бір күні алған әйелі ұл туады. Сәбиінің атын Жанды Батыр деп қояды. Бала ер жетіп 15-16-ға келеді. Жан Батыр өзіне ешбір теңдесі жоқ мықты батыр болады. Мықтылығы сондай, отырған орнынан оны 70 кісі тұрғыза алмайтын екен. Бір күні Жанды Батырға, осы мен әкемнің үлкен қорғанының сарайларын ашып, қазына дүниелерін қарап, не заттары бар екен көрсем қайтеді деп ойлайды. Ол әкесінен 40 үйдің кілтін сұрап алып, біраз есіктерін ашады. Сарайдың ішіндегі қазыналарын көреді. 39 үйді тегіс ашып қарап, енді 40-шы үйді көруге келгенде кілті жоқ боп шығады. Әр айналдырып, бер айналдырып, 40-шы үйдің есігін аша алмайды. Жанды Батыр жылап, ашуланып шешесіне келеді. Апа, анау 40-шы үйдің кілті қайда? Әрі айналдырып, бері айналдырып аша алмадым. Сендер менен ол үйдің кілтін жасырыпсыңдар, дейді. Сонда шешесі, шырағым, міне, менің әкеңе қосылғаныма 20 жыл болды. Осы өмірімде ол үйдің кілті түгіл қасына барып көрген емеспін. Кілт әкеңнің төс қалтасында сақталады. Қазір ұйқыда жатыр. Ептеп алмасаң, оңайлықпен бермес, дейді. Әкесі қатты ұйықтап жатыр екен. Бала әкесінің төс қалтасынан кілтті алады. Барып, есікті ашып жіберіп, үйдің төрінде ілулі тұрған сұлу қыздың суретін көреді. Қыздың сұлулығына қайран қалып, жігіт талып жығылады. Әкесі ұйқысынан оянып, орнынан тұрып кілтін қараса, жоқ екен. Баласының алып қойғанын сезеді де, жүгіріп сарайға келеді. Келсе, баласы талып жатыр екен. Әлден уақытта баласы есін жиып әкесіне, маған осы қызды алып бермесеңіз, мен сізден кетем, депті. Сонда әкесі, шырағым, бұл қызды іздеп мен сендей кезімде 30 жыл аспанға ұшқанмын. Сонда да ұстай алмағанмын. Ақыры таба алмаған соң, осы суретті түсіріп алғанмын. Сондықтан мен Ұшар хан атандым, дейді. Бала әрі бері әкесінен сұрап көріп еді, одан еш нәрсе шықпайтын болды. Ақыры бір түнде 2 етегін беліне түріп алып, үй ішін тастап кетті де қалды. Сол қызды іздеп, қаңғырып жүріп өлсем де арманым жоқ, деп елінен безіп кетеді. Күндер өтеді. Жігіт бір шаһарға қарай жол тартып жүріп келе жатса, ағаш атқа мінген, 2 аяғы жер сызған бір дәу кез болады. Жанды Батыр оған сәлем береді. Дәу сәлемін алып, жол болсын, дейді маңғазданып. Әлей болсын, дейді Жанды Батыр. Ұшар ханның шаһарында Жанды Батыр деген мықты шығыпты. Сол батырмен күрескелі бара жатырмын, дейді дәу. Олай болса, мені жықсаңыз, Жанды Батырды да жыққаныңыз. Ең әуелі менімен күресіңіз, дейді жігіт. Ей, сенімен күресіп әуре болғанша, анау таудан асып кетпеймін бе? Деп баланы менсінбей тарта жөнеледі. Дәуім, босқа әуре болып барасың ау, жолың болсын, дейді де жүре береді жігіт. Бұл сөзге намыстанып,
Дәу жігітке қайта келеді. Жігітпен күреске түскенде бірінші кезекті өліп кетіп арманда қаларсың деп жігітке береді. Жігіт дәуді аспанға 3 рет лақтырып атып жіберіп 3 рет қағып алады. Кезек дәуге келгенде дәу жігітті көтере алмай дүр-дүр етіп 2 мұрнынан қан кетеді. Содан кейін дәу шошынып жігітке бағынады да жөн сұрайды. Жігіт перінің қызын іздеп келе жатқанын айтады. Ал дәу бойындағы бар қасиетін айтып береді. Аспандағы жұлдызды санап кімнің қашан жоғалғанын, өлгенін біле алатын өнері бар екен. Содан кейін екеуі дос болып, ілгері қарай тарта береді. Бұлар күн жүреді, түн жүреді, ашығады, тарығады. Не бір қиын қыстау жолдардан жортып өтіп келе жатқанда 2 ағаш атқа қатар мінген, 2 аяғы жолды сызып келе жатқан тағы бір дәуге кез болады. Жолыңыз болсын, дейді жігіт. Ал дәу үндемейді. Қайда барасың, дейді жігіт. Дәу басын бұрып қарап, Жанды батыр деген батырмен күресуге бара жатқан дәумін, дейді ол. Жігіт бұл дәуге де алдымен мені жықсаң, жанды батырды да жыққасың. Ол үшін тәуекелге бел байлап менімен күрес, дейді. Мен қаңбақ сияқты адамдармен күреспейтін дәумін. Соған бола атымнан түсіп, әуре болар жайым жоқ, дейді дәу. Сонда жігіт тұрып, артық бейнет көріп, аяғыңның басы ұстараның жүзіндей болып қайтқың келсе, жолың болсын, дейді. Олай болса күресейік кел, деп дәу намыстанып атынан түседі. Бірінші кезек тағы да жігітке тиеді. Ол маңғазданып тұрған дәуді көкке 3 рет лақтырып жіберіп, 3 рет қағып алады да жерге қояды. Келесі кезек дәуге тиеді. Ол жігіттің белінен ұстап, әрі тартып, бері тартып, орнынан қозғалта алмай, 2 мұрнынан шүмектеп қаны сорғалайды. Сонан соң дәу, мен саған ризамын. Мен дәумін деп жүрсем, менен де мықты дәулер бар екен ғой. Не қыласың? Өзің біл, деп жігітке жалынады. Жігіт оған келе жатқан сапарын айтады. Екінші дәудің кім екенін, қай шаһардан келе жатқанын және қандай өнерінің барын сұрайды. Дәу оған өз жерінде аты шығып, күресте ешбір дәу шақ келмеген соң, әдейі сол жанды батырмен күрескелі бара жатқанын айтады. Сосын өзінің кітапқа қарап кімнің өлгенін, тірілгенін, күніне жер жүзінде қанша кісі өліп, қанша кісі дүниеге келетін біліп отыратын өнері барлығын айтады. Мұны естіген жігіт дәудің өнеріне таң тамаша қалады. Тарыққан кезде бір іске жарар деген оймен оны да өзіне дос қылып ала кетеді. Үшеуі тағы да кете барады. Қаншама күндер, қаншама айлар өтеді. Бұлар бірнеше шөлдерден, таулардан, өзен көлдерден өтеді. Үшеуі келе жатып жазық жолға шығады. Алдарынан көз көрім жерде бір тау көрінеді. Бұлар енді сол тауға қарап жүре бастады. Тауға жақындаған сайын жаңғы тауда бұларға қарай жүріп келе жатқан сияқты көрінеді. Үшеуі тауға жақындап келгенде, тау дегені нақ сол таудың өзінде үлкен дәу болып шықты. Үшеуі оған сәлем береді. Жол болсын дәуім, дейді жігіт. Сендердің де жолдарың болсын. Мен жанды батыр деген ермен күрескелі барамын, дейді дәу. Олай болса жанды батырдан бұрын менімен күрес. Мені жықсан, соны да жыққаның болады, дейді жігіт. Оған дәу ашуланып, сендей қаңбақпен күресіп уақыт өткізбеймін, деп жауабын бірақ қайрады да жүре береді. Күшіңді жинап бара жатқан кісіңді таба алмай, оны іздеп сергелденге түсіп қайтуға асықсаң, жолың болсын, деп
Жігіт мазақ қылып күледі. Дәу жігіттің сөзіне шыдай алмай ашуланып: «Ей, сен не дейсің? Бері келші. Жағаңның сілкіп жерге тығып жіберейін» деп күресуге ыңғайланады. Бірінші кезекті жігіт алмай дәуге береді. Дәу жігітті аспанға 3 рет лақтырып атып жібереді, бірақ қағып ала алмайды. Кезек жігітке келгенде ашумен дәудің белінен ұстап соққанда, дәу тізесімен жерге кіріп кетеді. Дәуді суырып алғанда ол есеңгіреп қалады. Өмірінде мұндай соққы көрмеген дәу жігіттің күшіне риза болып, қол ұсынып, дос болуды сұрайды. Жігіт ашуын басып, дәуден жөн сұрайды. Дәу басынан кешкендерін баяндап береді. Өзінің суға түсіп кеткен нәрсені тауып аларлық өнері бар екенін де айтады. Сонымен екеуі қол алысып дос болады. Енді Жанды батыр 4 болып жолға шығады. 4 бірнеше күн жүргеннен кейін бір шаһарға келеді. Қаланың шет жағындағы шайханаға түседі. Күн бата жолаушылар оның түбіне тігілген отауды, ішіне жиналған жасауларды, байланған 10 шақты қой, тағы да басқа нәрселердің әкелініп жатқанын көреді. Жігіт шайханашыдан: «Мынау не қылған заттар? Мұны не үшін істеп жатыр?» деп сұрайды. Шайханашы таңданып: «Мұны білмейтін сендер кімсіңдер?» деп сұрайды. «Біз бір жүрген мүсәпірміз» дейді жігіт. «Олай деп айтушы болмаңдар. Айдаһардың аузына түсіп кетесіңдер. Өйткені мынау заттар патшаның жұмасына 1 рет беріп тұратын борышы. Осыларды жұма сайын таң ата, елең алаңда айдаһар келіп жұтады. Егер бұл қарызды өтеп тұрмаса, ол бүкіл елді жұтып жіберуден тайынбайды» деп қорқынышпен шайханашы айтады. Мұны естіген жігіт түні бойы ұйықтамайды. Таң атар мезгілде жолдастарына білдірмей айдаһардың келетін жолына қарай сытылып шығып кетеді. Өзі айдаһардың жолын тосып отырады. Бір уақытта борандатып, дауылдатып келе жатқан айдаһардың дауысы естіледі. Артынша өзі де келіп жетті. Сол кезде Жанды батыр ұлтарағының астына салып сақтайтын 40 құлаш семсерді суырып алып, айдаһардың алдынан шығады. Ол да аранын ашып келе жатыр екен. Жігітті көрген жерден семсер мемсермен жұтып жібереді. Жігіт 40 құлаш семсерін көлденең ұстап тұра қалған еді. Семсер айдаһарды 2 бөліп түседі. Жігіт айдаһарды өлтіргенінің белгісі деп, оның жонынан 2 тілім тасып алып, қалтасына салып алады. Сөйтті де еш адамға білдірместен жолдастарының қасына келіп жатып қалады. Ертесі жұрттың бәрі аң-таң, кешегі тігулі тұрған үйлер, онда байланған малдардың бәрі аман сау тұр. Көшедегі халық қуанышты. Біреулер қолдарына айыр, балта, шоқпар ұстаған. Енді біреулері қолдарындағы қаруларын қанға бояп алған. Айдаһарды мен өлтірдім деген дауыстар гу-гу етеді. Айдаһардың өлтірілгендігі, мал-мүліктің аман қалған хабары ханға да жетеді. Оны кім өлтіргенін білу үшін хан жар салып халқын жиды. Айдаһарды өлтірген адам да қандай белгісі барлығын сұрағанда, біреу қаруын, енді біреу қандаған киімін көрсетті. Бірақ ешкімнің айдаһарды өлтірген белгісі дәлелді болмады. Сонда хан тұрып: «Бұл шаһарда адам баласынан біреу қалды ма?» деп сұрайды. Сонда біреулер: «Ешкім қалған жоқ, бірақ шайханада 3-4 мүсәпір жатса керек. Оларды жиынға шақырғанымыз жоқ» дейді көпшілік. «Олай болса, оларда адам баласы ғой, шақырыңдар» дейді хан. Шайханадағы кісілер шақырылады. Жанды батыр патшаға:
Тақсыр, Айдаһарды өлтірген адам мен едім, деп Айдаһардың бір тілім таспасын ұстатады. Патша, мен хан емес, сен хан екенсің, деп халқының алдында тағынан түсіп, өзі уәзір болады. Бір қызын Жанды батырға қалыңдыққа беріп, және дүние мүлік қазынасының жарымын қоса сыйлайды. Жанды батыр қалыңдығы мен хандықты өзінің досы бірінші дәуге береді. Дәу хан болады. 2-3 күн тыныққан соң, Жанды батыр бірінші дәумен қош айтысып, қалған дәулермен қызды іздеп тағы жолға тартады. Күндерден күн өткізіп, бұлар екінші шаһарға жетеді. Бұл шаһардан да өткендегідей уақиға шығады. Бірақ тігіліп жатқан отаулар, байланып жатқан адамдар мен малдар ана шаһардыкінен 2 есе үлкен әрі көп екен. Олар бұл шаһардың шайханасынан барып орын алады. Шайханашыдан тігілген үйлермен байланған мал жанның мәнін сұрайды. Мұны білмейтін неткен жансыңдар, деп шайханашы ашуланады. Біз жолымызды әрең тауып келе жатқан мүсәпір кісілерміз, дейді жолаушылар. Бұл сөздеріңізді менен басқа ешкімге айта көрмеңіздер. Әйтпесе хан мен уәзірлер естісе, мынау болып жатқан топалаңға салып жібереді. Осы жерде 3 патшалық елдің ортасында бір тажал жылан бар. Ұзындығы 40 құлаш, аузының үлкендігі сондай, бір көшкен ел сыйып кетеді. Міне бүгінде жыланның бізден алым алатын кезегі келіп, соған дайындалып жатырмыз. Бұл заттар кешке тұрғанымен, түн ортасы ауа жоқ болады. Шулаған мал, жылаған адамдардың дауысы шаһардың ішін жаңғыртады. Сөйтіп, осындай зор бір пәлеге, үлкен апатқа кездесіп, неше жыл бойы сұм жыланның зардабын бастан кешіп жатқан жайымыз бар, деп шайханашы мән жайды баяндап жылап жібереді. Жолдастары ұйықтаған кезде Жанды батыр жыланның жолын тосуға аттанады. Түн ортасы ауа бастағанда бір сасық желдің иісі мұрнын жара бастайды. 60-70 кісі орнынан тұрғыза алмайтын Жанды батырды да тай шаптырымдай жерден ақ жыланның демі орнынан қозғалтып қояды. Ол 40 құлаш семсерін қолына алып, жыланның алдына кезей ұстап тұра қалады. Аш қарыны жалаңдап келе жатқан жылан жігітті жұтып жібереді. Ол да жұтып болды, бұл да тіліп жыланның қақ жарып құйрығынан бір-ақ шықты. Өткендегі Айдаһардан мына жыланның күші басым екен. Жігіт оның уытына улаңқырап, ет пісірім уақыт талып жатады. Біраздан соң суға түсіп, жыланның жонынан таспа тіліп алады да, өзі ешкімге сездірместен орнына келіп жатып қалады. Ертеңінде өткендегідей бұл шаһарда да жиын болады. Хан тағын, хандығын Жанды батырға береді. Жанды батыр хандықты екінші дәу кітапшы досына сыйлап, қалған дәу екеуі тағы да жолға шығады. Олар сапар шегіп және бір шаһарға кез болады. Халқы басқа шаһардағы адамдарға қарағанда өзгеше болып шықты. Бірде-бір адамның түсі ақ, қызыл шырайлы немесе қара торы емес екен. Үлкенінің де, кішісінің де түрлері бір-бірінен айыра алмайтындай сап-сары. Бұлар біраз күн шаһарда болып тынықты, жөн сұрасты. Халықтың пайдаланатын үлкен дариясын бір дәу ұрттап қойып отырады екен. Сол судың ішіндегі балық, түрлі жәндіктерді, өсімдік атаулыны ылғи жұтып жеп қояды екен. Судың бәрі дәудің ішіне түсіп, шек қарнын аралап, дарияға қайта құйылады екен. Өмірінде таза су ішпей, өне бойы сасық су ішкендіктен шаһар халқының өңдері осындай сап-сары болып кеткен екен. Мұны естіген Жанды батыр түн ортасында
дәудің сапырылыстырып ішетін суына келеді. Келсе, дәу жаңа ғана жұмысына кірісіп жатыр екен. Бер жағынан барған жігітті қоса жұтайын деп Жанды Батырға жақындай бергенде, ол 40 құлаш семсерді қолына ұстап тұра қалады. Ол дәуді жарып өлтіреді де, жонына бір тілім таспасын алып, жолдасының жанына келіп жатып қалады. Таң ата бір бала көлге келсе, су тұп-тұнық. Бала бір тостаған суды құйып алып, балтасын алып ұстаға келеді. Ол, дәуді мен өлтірдім, нанбасаңыздар, қараңыздар, деп тостағанын көрсеткенде, мұндай суды адам болғалы ішіп көрмеген хан алтын тақтан атып тұрады. Көшеге халық сыймай шелек-шелек суды алып, жыланды мен өлтірдім, жоқ мен өлтірдім деп даурығысады. Хан бүкіл халқын тегіс жинап, қалада қалған біреу бар ма деп сұрағанда, шайханада 2 мүсәпір жатыр деген дауыстар шығады. Адам баласы ғой, шақырыңдар дейді хан. Жанды Батыр келген беттен дәудің жон таспасын ханның қолына ұстата береді. Хан неше жылдан бері хандық құрып, шаһарды билеп отырғанда, бір дәуді жеңе алмай, сасық лай су ішкізіп, халықты сарғайтып, бекерге хан болып жүр екем, деп халықтың алдында тағынан түсіпті. Бір қызын және мал мүлкінің жарымын Жанды Батырға беріп, өзі уәзір болады. Неше ай, неше жыл сапар шегіп, іздеген мақсатына жете алмай келе жатқан Жанды Батыр тақты да, қызды да, малды да жанындағы 3-ші дәу досына береді. Екеуі қош айтысып, құшақтасып айрылысады. Ол шаһардан жалғыз шығып, басқа жаққа бет алады. Жанды Батыр жолдастарымен қош айтысып, шыққаннан кейін не бір азап, қиыншылықтарды басынан өткізеді. Тағы бір шаһарға келіп кіреді. Қалада біраз күн жүріп, ақыры бір ақылды шалға бала болады. Сонымен Жанды Батыр күндерде бір күн дарияның басына келіп шомылып жатса, су бетіне айнаның сәулесіндей бір жарық сәуле түседі. Анықтап қараса, баяғы әкесінің ұдайы 30 жыл қуып жүрген пер қызының суреті болып шығады. Әдейі осы қыз үшін әке шешесінен безіп, неше жыл азапты басынан кешірген бала жаңағы сәулеге бас салады. Бір уақытта сәуле жоқ болып барып, судың шетіне түседі. Осындай ретпен неше рет жерге түскен соң, сәулені ұстай алмай, бала ақырында судың жағасына келіп, ес түсін білмей талықсып құлап қалады. Өгей бала болса да өзінің баласындай болып кеткен Жанды Батырды аласұрып іздеп таба алмай жылаған шал талып жатқан жігіттің үстінен шығады. Ол есін жияды. Өзі іздеп келе жатқан қыздан белгі білінген соң, жігіт атасына былай дейді. Ата, мен әке шеше, ел жұртымнан безіп, неше жыл бойы азап шегіп, жер кезіп, перінің қызын іздеп жүрген едім. Қыздың тұрақты жері осы болса керек, сондықтан маған бір амалын айтсаңыз екен, дейді. Шал әрі ойланып, бер ойланып, айтар айтпасын білмей, соңында жігіттің көңілін қимайды. Олай болса тыңда балам. Сонау тұрған ақ мешіт көзге жақын, жүріске 10 күндік жол. Мешітке барарда оң жақтағы дуалдың түбінен тесіп түсте, ешкімге білдірмей түскен бұрышыңа жат. Қыз келетін мезгілде қарауылшы маймылы кіріп келеді. Кім бар, кім жоғын байқау үшін бұрыш-бұрышта шиқ-шиқ етіп жүгіріп жүреді. Сол кезде маймылдың дыбысын шығармай өлтірдей үндемей жата бер. Қыз келіп намаз оқып отырғанда, келе иығына асыла кетте, 2 қолыңмен кеудесінен мықтап ұста. Қыз сені 40 кез мешіттің төбесіне апарып 3 рет соғады. Егер сол соққаннан аман қалсаң, ісіңнің оңғаны. Ол 3-тен артық ұра алмайды, ауырып жерге құлайды. Сол кезде қыз босат деп жалынар. Сен
қойныңдағы кітабыңды бермесен жібермеймін де. Қыз өкпесі қысылып өлетін болған соң, амалсыз қойнындағы кітабын ұстатады. Міне сол кезде қолыңды босат, қыздың өнері де, өмірі де сол кітапқа байланысты. Мұны қолға түсірсең, қызға үйленгенің, дейді де шал жылап, сықтап қоштасып, баласын жолға аттандырады. Жанды батыр мешітке де жетті. Шал айтқандай барлығын да істеді. Дуал да тесілді, маймыл да өлтірілді. Қыз келіп намазға бас қойғанда, жігіт шалдың айтқанын істеді. Қыз ашумен жігітті 40 кез мешіттің төбесіне апарып 2 рет соқты. Үшіншісіне келгенде оның әлі құрып жерге құлады. Есі ауысып қалса да, бала ұстаған жерінен айырылмады. Шаршаған қыз, мен сендікпін, дей берді. Жігіт, кітабыңды бермесен жібермеймін, дейді. Біраз алысып, ақыры қыз жігіттің мықты екенін сезген соң, мә ал, деп кітапты қойнынан алып, жігітке ұстата береді. Сөйтіп екеуі қосылады. Ақырында неше жыл іздеп жүрген сұлуына қолы жетіп, жігіттің көңілі жай тауыпты. Күндерде бір күн Жанды батыр құс салып, ит жүгіртіп, аң аулауға кетеді. Келіншегі Зәузәмір дарияның шетіне барып басын жуып отырса, бір тал шашы суға ағып кетеді. Келіншек артынан қуса да ұстай алмай қалады. Шаш аққаннан ағып отырып, төменгі жақта тұратын ханның қол астындағы бір балықшының қармағына ілінеді. Алтын шашты іліктірген балықшы оны ханға тарту қылады. Хан сыйлыққа қап-қап дүниелер береді. Мұндай ғажап шашты көрген хан бүкіл уәзірлерін, ақыл-гойлерін жинайды. Осы шаштың иесін маған тауып әкеліңдер. Тапқан адамға қалағанын беремін, деп хан жұртқа жар салады. Бір уақытта сол топтың ішінен басы мүйіз, түріне адам қарағысыз сүйкімсіз, қарға тұмсық, қара аяқ бір мыстан: мен білемін, маған бір желмая бер, қызды алып келем, дейді. Сосын ол желмаяға мініп, Жанды батырдың жатқан жерін іздеп келеді. Кемпір 1-2 күн батырдың жолын тосып жатады. 3-ші күннің кешінде желмаяның 4 аяғын байлап тастап, бақыртып ұрып жатқан мыстанға Жанды батыр кез болады. О, шеше, неге желмаяңызды тұрғызбай әуреленіп жатырсыз, дейді ол. Шырағым, бір жақтан келе жатыр едім. Мына түйесі құрғыр шаршап, орнынан тұра алмай қалды. Күн болса батып барады. Не істерімді білмей сергелденге түсіп отырмын, дейді мыстан. Олай болса кеш батқанда қайда барарсыз? Бүгін бізге қоныңыз, дейді Жанды батыр. Соны естіп отырған мыстан қуанып күліп: қонсам қонайын, өркенің өссін шырағым-ай, деп Жанды батырдың үйіне келеді. Кемпір 1-2 күн тынығады. Жанды батырдың үй жанымен танысады. 3-ші күні келіншегі Зәузәмірді айналдыра бастайды. Осы сен Жанды батыр дейсің. Оның жаны қай жақта болады екен? Сен өмірлік серігісің. Осыны білесің бе, дейді. Жоқ, жанының қайда екенін білмеймін, дейді Зәузәмір. Оны сұрап алуың керек емес пе, дейді кемпір. Шеше-ау, ол маған жанының қайда екенін айтушы ма еді, деп Зәузәмір таңданады. Кешке аңнан қайтқан соң сұра, егер айтпаса, онда сенімен өмірлік болмағаны ғой. Өкпеле де теріс қарап жатып біраз жыла, сонда өзі-ақ айтады, дейді кемпір. Кешке Жанды батыр төсекке келіп жата бергенде Зәузәмір: осы сенің жаның қайда болады? Бір-бірімізді білместен Жанды батыр, Зәузәмір дейміз де жүре береміз, дейді. Менің жанымның саған не керек бар, дейді Жанды батыр. Зәузәмір мыстан айтқандай теріс қарап, ыза болып, Жанды батыр сүйген әйелін қимай
шынын айтып салады. Оң етігімнің астында 40 құлаш семсер бар. Міне, сол семсер менің жаным. Қаруды далаға тастасаң да, отқа май салып жандырсаң да өлмеймін. Қайта отқа салғанымда күшім тасиды. Бірақ суға тастаса өлемін дейді. Оны естіген Мыстан жұрт ұйқыға кеткен кезде дереу ұлтарақтың астындағы семсерді алып дарияға тастайды да жоқ қылады. Таң атты, әйелі Батырдың барлық киім-кешектерін қағып енді оятуға келсе, жаны жоқ, о дүниеге жөнеп кеткен екен. Мұны көрген Зәузәмір Батырдың қойнындағы кітапты алып, ұшып үйден шыға бергенде, аңдып тұрған Мыстан пышағын сілтеп қалып, бір қанатын кесіп түсіреді. Сөйтті де қызды желмаяның артына таңып, ит қорлығын көрсетіп ханның қолына әкеліп табыстады. Зәузәмір ханның алдында барған соң бір-ақ тілек қойды. Мені 17 күн той жасап алсаңыз екен, дейді. Сондағы Зәузәмірдің ойы 17 күннің ішінде Жанды Батырдан бір хабар болмас екен деп үміт күтті. Жанды Батырдың баяғы бірінші дәу досының сол күні аспандағы жұлдыздарға көзі түскен еді. Дәл маңдайында жарқырап тұрған досы Жанды Батырдың жұлдызы өшкенін көзі шалады. Ой, бауырымдап жылап, алтын тақтан қалай құлап түскенін өзі де сезбей қалады. Ол сол сәтте аттан салып, екінші дәу кітапшы досына жетеді. Кітапшы досы кітабына қарап жібергенде, кітапқа досың Жанды Батыр басы мүйіз, бөксесі киіз, қара тұмсық, қара аяқ Мыстанның қолынан пәлен күні қаза тапты деген жазу жазылып қалыпты. Екеуі аттан салып Жанды Батырдың үшінші дәуі сушы досына келеді. Үшеуі Жанды Батырдың қаза тапқан жеріне қарай жөнеледі. Келсе, досы өліп жатыр екен. Үшеуі кітапты оқып қараса, мұның жаны 40 құлаш семсерде, ол пәлен дарияның түбінде жатыр делініпті. Мұны көрген достары жалма-жан семсерді іздеуге кіріседі. Бір кезде үшінші сушы дәудің көзіне инедей жылтыраған зат көрінгендей болады. Байқап қараса, шеті көрініп жатқан семсердің басы екен. Ырғып-ырғып жұлып алады. Семсерді отқа салып қыздырып, тотын тазалайды. Сол кезде Жанды Батыр, ой, қатты ұйықтап қалыппын ғой, деп орнынан ұшып тұрады. Достары Жанды Батырға болған оқиғаны бастан аяқ тегіс баяндап береді. Төртеуі тездетіп, залым ханның шаһарына жол тартады. Сөйтіп, Зәузәмірдің тойы аяқталып, дәл сол күні кешке залым ханмен қосылайын деп отырған шағынан түседі. Жанды Батыр Мыстанды ұстап алып, жеті қырдың ар жағынан асыра лақтырып жібереді. Залым ханның басын кесіп, орнына Жанды Батырдың баяғы өгей атасы хан болады. Жанды Батыр өзі бүкіл достарын ертіп, ел жұртын іздеп жолға шығады. Жолшыбай үш досының үйіне 3 айдай қонақ болып, 4-ші айда өз еліне әке-шешесіне кетеді. Жанды Батыр баласының қайғысы қосылып, қартайған ата-анасын көреді, олармен қауышып көріседі. Сөйтіп, Жанды Батыр өмір бойы армандап алған сұлу әйелмен бала шағалы болып, барлық арман мұратына жетеді екен. Келесі қызықты қазақша ертегі әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдап отыруды ұмытпаңыздар.